сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі қазақ тілі сабағында 5-ші бөлімді ары қарай жалғастырамыз. Параграф 2. Биолантілікті сақтауға байланысты құрылған ұйымдар. Балалар, бүгінгі біздің оқу мақсаттарымыз олар перефраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау, тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерін сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Ал бағалау критерийлері олар перефраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба біледі, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдайды. Және де тұрлаулы тұрлаусыз сөйлем мүшелерін сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. Балалар, сонымен қатар біз бүгін сіздермен тұрлаулы мүшелер және бастауыш деген тақырыпты өтеміз. Мысалы, бастауыш балалар ол сөйлемде атау септігінде тұрып, іс оқиғаның иесін білдіреді. Сонымен қатар кім не, кімдер нелер, кімім нем, кімнен, кімі несі деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, мен айтарымды айттым, бастауыш мен және баяндаушы айттым. Бірінші жақта жекеше қиылыса байланысқанын біз көре аламыз. Балалар, осылайша біз сіздермен алдыңғы сабақта құрылысына қарай үш түрге бөлінетінін сипаттағанбыз. Мысалы, дараға ерлік елдің қасиеті, жүйектілік жігіттің қасиеті. Осы жерде ерлік және жүйектілік дара болып тұр. Ал күрделі ол үй іші енді тып-тыныш. Үй іші сөз тіркесі. Ерлі ата-ана қадірін білмеген, ел қадірін білмес. Бұл жерде де балалар ата-ана қадірін білмеген ол ерліге жатады. Балалар, сонымен қатар бастауыш болатын сөз таптары олар үстей, одағай, тұйық етістік, сан есім, есімше, сын есім, есімдік, зат есім. Мысалы, зат есім. Әйгерім. Әйгерім сөзі бұл жерде кім дегенге жатады. Мысалы, есімдік осыдан арғы сөзді өзі де сөйлеген жоқ. Бұл жерде өзі деген есімдік. Сын есім. Түзу қисықпен жараспас, ез егеге қараспас. Бұл жерде түзу ес деген сын есім. Есімше түрде берген мырза емес, алған мырза. Бұл жерде берген және алған сөздері есімше. Сан есім. 25-ке бөлінеді. Бұл жердегі 20 ол сан есім. Тұйық етістік. Бұл жерде үміт үзу. Яғни бұл қайратсыздық. Бұл жерде үміт үзу, тұйық етістік. Одағай. Бұл жерде ой-хой дүние жатады. Және үстеу. Бұл жерде өмірдің алды үміт, арты өкініш. Бұны біздің қасиетті, құрметті Абай Құнанбайұлы атамыз айтқан екен. Балалар, біз қазір осы кесте арқылы тұрлаулы мүшелер және бастауыш арқылы көбірек нәрсе үйрендік. Яғни, біздің бүгінгі үйренген сабақтарымызды дұрыстап меңгерейік, балалар. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ұйымдар дегенді қалай түсінесіздер, балалар? Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ұйымдар табиғатқа, яғни қоршаған ортаға жағымды әсер тигізу мақсатында құрылған ұйым болып табылады, балалар. Балалар, суреттерге назар аударып, осы суреттердің сабаққа қандай байланыс көрсететінін анықтаңыз. Балалар, бұл сабаққа шолу ретінде сұрақ қойылып тұр сіздерге. Жауабымыз, балалар, осы суреттердің сабақ тақырыбымен байланысы бар. Мысалы, адам қолындағы топырақ өсімдігі деген суреттен қоршаған ортаның жағымдылығы адам қолында деп түсінсек болады. Және де бұл суреттерде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ұйымдар көрсетілген, балалар. Бірінші тапсырма. Оқылым мәтінін оқып, осы сұрақтарға жауап беріңіздер, балалар. Бірінші сұрақ. Мәтінде аты аталған ұйымдар қандай қызмет атқарады? Екінші сұрақ. Бас әріппен жазылған сөздер қандай сөздер болып табылады, балалар? Осы тапсырмаға жауап берген кейін жауабын тексерейік. Бірінші сұрақ. Мәтінде аты аталған ұйымдар қоршаған ортаны қорғау қызметін атқарады. Екінші сұрақ. Бас әріппен жазылған сөздер жалпы есім болып табылады. Балалар, екінші тапсырма. Тақырыпты негізге ала отырып, бастауыш болатын әр сөз табына мысал келтірейік. Үлгі. Бұл ұйымдар қоршаған ортаны қорғаумен айналысады. Бұл ұйымдар дегенде ұйымдар зат есім.
Балалар үй тапсырмасы интернет ресурстарын пайдалана отырып, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ұйымдар тақырыбында эссе жазу. Эссе жазу барысында бастауыш болатын сөз таптарының мысалдарының кездесуі шарт екен. Балалар, сонымен қатар сабақты түсіндіңіздер деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.